Самосера баласы деп аталатын 10 жасар Хуан Педро Мартинес Гоместің 1986 жылдың 25 маусымында ата-анасымен жол апатына ұшырап, оқиға орнында денесі табылмай қалады. Интерпол бұл оқиғаны Европадағы ең қиын және жұмбақ жоғалулардың бірі ретінде санайды. Испандық бақ бірнеше жылдар бойы баланың жоғалып кеткені туралы жариялайды. Жарияланымдар арасында 2016 жылы El Español басылымында үлкен мақала, El País газетіндегі мақалалар және апталық El Caso журналында жарыққа шықты. 2011 жылы Рой Гонзалес Мартин «Самосералық бала» атты кітабын жариялайды. Жазушы және журналист Икер Хименес Испаниядағы ашылмаған қылмыстар туралы кітабында осы оқиғаға тұтас бір тарауды арнайды. Сот медициналық зерттеушілер мен журналистер бұл оқиғаны 1987 жылы сәуірде Испанияның Малага қаласында болған 10 жасар суретші Дэвид Герреро Гевараның жоғалуы арасында параллельдер жүргізеді. Хуан Педроның жоғалуының құпиясын ашу әрекеті туралы әртүрлі испандық телеарналар бірнеше деректі фильмдер мен телебағдарламалар дайындайды. Хуан Педро 1976 жылы 1 қаңтарда дүниеге келген. Ол жоғалған кезде бойы 1,55 метр, салмағы 65 килограмм, көзі қара, шашы қара болған. Хуан Педроның әкесі Андрес Мартинес Наварро Испанияның оңтүстігіндегі Мурсия қаласында тұрды. Volvo F12 жүк көлігінің жүргізушісі және иесі болды. 1986 жылдың маусымында ол Мурсия қаласынан елдің солтүстігіндегі Билбао қаласына мұнай химиялық кәсіпорын үшін 20 000 литр күкірт қышқылы тасымалдауы керек еді. Ол 1986 жылы 24 маусымда кешкі сағат 7 шамасында жүк көлігімен Картахена қаласынан шықты. Жүргізушінің қасында оның әйелі Кармен Гомес Легас және оның 10 жасар ұлы Хуан Педро болған. Бала оқу жылын жақсы бағамен аяқтады. Бұл үшін әкесі оны саяхатқа апаруға уәде берген еді. Алғашқы аялдама Циеса қаласынан бірнеше шақырым жерде орналасқан Вента дель Оливо кафесінде жасалды. Екінші аялдама түнгі 12-де Лас Педронерас қаласында болды. Онда жүк көлігі тұрақта тұрды. Біраз уақыттан кейін жүк көлігі нөмірі 301 тас жолымен қозғалысын жалғастырды. Тас жолда көліктер аз болды. Сондықтан ол көп ұзамай Мадрид қаласына жетті. Түнгі сағат 3-те жүк көлігі Испания астанасының кіреберісіндегі Лос-Анджелес жанармай құю станциясына келді. Отбасы соңғы рет 1986 жылы 25 маусымда таңғы сағат 5:30-да Арагон қонақ үйінің жанындағы Эль Магна барында болған. Отбасы мүшелерінің жүздерінде қобалжу, мұң ізі байқалмады. Даяшы Филиппе Альгамбра олардың жүк көлігінің тұрақтан шыққанын көрді. Сағат 6-да жүк көлігі Мадридтің солтүстігінде орналасқан тау асуы Самосераға келеді. Андрестің көлігі кенеттен таулы жолдың бойымен сағатына 140 км жылдамдықпен жүрді. 95 шақырымда көлік аударылып қалады. Жол апатында барлығы 4 жүк көлігі зақымданды. Резервуарда жанғыш сұйықтықтың бар екендігі туралы ескертуі бар. Артқы бөлімі қатты зақымданып, одан түссіз сұйықтықтың кең ағыны ағып кетті. Жол жиегіне күкірт қышқылы төгіліп келген. Құтқарушыларға қышқылды жақын маңдағы Дуратон өзеніне төгіп алмау үшін алдымен осы мақсатта 15 000 килограмм әк жеткізілді. Апат туралы жаңалықтар испандық теледидарда үнемі көрсетіліп тұрды. Аймақты тазартқаннан кейін жүк көлігінен 2 мәйіт табылды. Олар Андрес пен Кармен болды. Көп ұзамай жүргізушісінің анасына телефон соғып, көлікті жүк көлігінің жүргізушісінің ұлы да бар екенін хабарлайды. Полицейлер әжейдің ең болмаса немеремнің сау екенін айтыңызшы деген сөзін естігенде шошып кетті. Тергеушілер кабинаны тексереді, бірақ бала жоқ. Оның бар екенін растау үшін кабинадан балалар әндері бар, кассета мен киімдері табылды. Оқиға кезінде баланың жүк көлігінде болғанына сенімді дәлел жоқ. Жүк көлігі Мадридтің Колменар-Вехо муниципалитетіне жеткізілді. Онда тергеу басталды. Бірнеше сағат ішінде салонда жаңа егжей-тегжейлі тексеруден кейін резеңке кроссовкалардың біреуі ғана табылды. Дененің жоқтығын түсіндіруге тырысып, сонымен бірге Хуан Педроның өлімін талап ететін бір нұсқада баланың денесі қышқылдың әсерінен толығымен ыдырауы мүмкін екенін айтады. Бұл нұсқаны атап айтқанда жоғары ғылыми зерттеулер институтының химия бөлімінің аты аталмаған сарапшысы қорғайды. Басқа химиктер, мысалы атақты химик Альберто Боррас
бұл нұсқаны жоққа шығарды, өйткені шаш пен тырнақ қышқылға ыдырауы мүмкін емес, және дененің ыдырауы үшін толық 2 апта қажет. Сарапшының пікірін растау үшін сүйектері бар үлкен кесек ет күкірт қышқылына салынған. Тек 5 күннен кейін сүйектер ыдырай бастады. Бұл полиция келгенге дейін қысқа мерзімде баланың денесінің ыдырауының мүмкін еместігін растады. Бұл туралы тағы бір сарапшы El Caso газетіне былай жариялайды. Баланың жартылай шіріген денесі жер қабатының астында қалған болуы мүмкін. Бұлай болуы жүк көлігінің аударылуынан болған. Оның ойынша иттер қоршаған ортаның ластануынан қалдықтарды анықтай алмаған. Экскаватор органикалық қалдықтарды іздеу үшін жердің тұтас қабатын алып тастаған деді. Бірақ бұл нұсқада расталмады. Жүк көлігін тексергеннен кейін полицейлер тежегіштердің жұмыс істеп тұрғанын анықтайды. Осыдан кейін жүк көлігі неге жоғары жылдамдықпен қозғалды деген сұрақ туындады. Тахограф Андрес жүк көлігін тауға көтеріліп бара жатқан 20 минут ішінде 12 рет тоқтағанын атап өтті. Басқа жүк көлігі жүргізушілері тау асуында 12 емес, тіпті 1 рет тоқтаудың қажеті жоқ екенін алға тартты. Тоқтаулар шамамен 10-нан 15 секундқа дейін жасалды. Бұл кез келген физиологиялық қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін пайдаланылмады. Жүк көлігінің кейбір механикалық зақымдануын жөндеу үшін әлдеқайда аз болды. Соңғы аялдама ең ұзақ толық жарты минут болды. Содан кейін Андрес жүк көлігін жылдамдатып, оны басқара алмай қалады. Бұл теорияға сәйкес сол 30 секунд ішінде баланы ұрлап кеткен. Сондықтан ол апат кезінде жүк көлігінде болмаған деген тұжырым пайда болды. Жұмбақ аялдамаларды түсіндіруге тырысқан нұсқалардың бірінде Хуан Педро ұрланған және оның әкесі ұлын ұрлаушылардың артынан қуған деп мәлімдейді. Басқа нұсқа бойынша баланы ата-анасынан алуды мақсат еткен белгісіз біреулердің артынан қуғаны. Қуғыншы Хуан Педроны апаттан кейін ұрлап кеткен болуы мүмкін. Бірақ полиция келгенге дейін оқиғаға куә болған кейбір жүргізушілер жұмбақ ақ Nissan Vanette фургоны туралы айтады. Оның болғанын апат кезінде сол жерде болған 2 шопандар растады. Олар полицияға ішінде отырған шетелдіктерді көргенін айтқан. Бұл ақ фургонмен Скандинавияның тұрғынына ұқсайтын мұртты, ұзын шашты және ұзын аққұбалы ер адам келді дейді. Кейбіреулер көлікте 2 жастағы әйел бар деп мәлімдеді. Куәгерлердің айтуынша аққұба медбике болған. Бір нұсқа бойынша ол жүк көлігіне кіру үшін өзін медбике етіп көрсеткен. Екіншісіне сәйкес ақ фургондағылар тәртіп сақшылары ретінде киінген. Ер адам аққұба серігімен жүк көлігінің кабинасына шығып, ол жерден бірдеңе алды. Бұл ата-ананың немесе Хуан Педроның жеке заттары болуы мүмкін. Бұл нұсқаның басқа түсіндірмесінде Хуан Педро апаттан аман қалып, жүк көлігінен өзі шығып кетуі мүмкін. Көмек іздеп ол шетелдікпен аққұбаны кездестіреді. Ерлі-зайыптылар оны ауруханаға апармақ болған. Бірақ бала сол жерде көз жұмады. Шетелдіктер испандық полициямен қарым-қатынасының қиындығына араласқысы келмей, мәйітті жасырған деген болжам бар. Полиция ақ түсті Nissan Vanette фургондарының барлық иелерін тауып сұхбат алды. Бірақ бұл нәтиже бермеді. Тергеу басталғаннан кейін 1 жыл өткен соң судья ауысты. Мария Риараның орнына Мария Долорес Руис Рамос келді. Ол жүк көлігін қайтадан зерттеуге бұйрық береді. 1987 жылы бақ құралдарында жүк көлігінің 3 бөлімшесінің бірінен күкірт қышқылының қабынан героин табылған туралы ақпарат пайда болды. Апат кезінде оның 2-і күкірт қышқылымен толтырылған, ал 3-шісі бос. Азаматтық гвардия есірткіні ақ сөмкеге және пластик қаптамаға жасырылғанын анықтайды. 1980 жылдары Испанияда есірткіні елдің оңтүстік шығысындағы жерорта теңізі жағалауындағы нүктелерден түбектің басқа аудандарына тасымалдау үшін қауіпті жүктерді тасымалдауды пайдаланылатын қылмыстық ұйымдар болды. Андрестің де есірткі контрабандасымен айналысқаны туралы қауесет тарайды. Отбасы мұндай қауесеттердің таралуын тоқтатуға тырысып, Андрес аталған бизнеске өз еркімен араласпаған деп мәлімдейді. Алайда туыстары бұл отбасындағы қаржылық жағдайдың әсерінен болуы мүмкін екенін мойындайды. Андрес Мартинес Наварро 5 миллион песетаға ескі жүк көлігін сатып алады. Оны бөліп төлеуді жоспарлайды. Оқиғадан 2 ай бұрын оған редуктор мен тежегіштерді жөндеуге тура келеді. Бұл оған тағы 700 мың песетаға жұмсайды. Төлеуге тура келетін қомақты қарыз болды. Осы себепті отбасындағы қиын қаржылық жағдайды білетін адамдар есірткіні тасымалдауды ұсынып, оны пайдаланып қалуы мүмкін болды. Андрес жол бойында жасаған оғаш аялдамалардың бірінде ол героин пакетін соңғы жеріне жеткізетініне кепілдік ретінде ұлын беруге мәжбүр болуы мүмкін деген болжам бар. Ал басқа нұсқада Андрестің отбасысы бірнеше апта бойы Андреске белгісіз біреулер қоқан-лоққы жасағанын, олар одан
есірткі тасымалдаушы болып жұмыс істеуін талап еткенін хабарлайды. Бұл жағдайда бала ата-анасымен бірге саяхаттауы керек болған, бірақ бұған дейін мұндай жағдай болмаған. Есірткі саудагерлері Андрестен тауарды тасымалдауды талап етті, ал ол бас тартқанда есін тыман орындау мәжбүрін баласы Хуан Педроны жолда ұрлап әкетті. Әу бастан бізге баланың жүк көлігімен жүрмегені, баланың басқа көлікте болғаны анық болды. Өйткені есірткі саудагерлері оны әкесінің еркіне қарсы кепілдікке алған деді азаматтық гвардия генералы Луис Пардос. Ата-анасы баланы жол бойында қонаққа барған туыстарына қалдырып кеткен деген болжамда айтылды, алайда бұл нұсқа расталмады. Баланың ата-анасының бұл аймақта туыстары да, жақын достары да болмаған. Бір нұсқада Хуан Педроның қышқылдан күйік алғанын және денесінің күйген жерлерін жуу үшін өзенге кеткенін, есін жоғалтып, жолда өліп қалса еш қиналмай табылар деп болжайды. Қызыл Крест ұйымының көмегімен оқиға орнына жақын маңда іздеу жұмыстары жүргізілді. Оқиға орнына іргелес аумақты түгелдей қарау жұмыстарына 10 мыңнан астам адам қатысты. Шамдардың жарығымен 30 шақырым радиуста бұталар, сайлар, жағалаулар мен бұлақтар мұқият зерттелді. Іздеуге билік тікұшақтар мен үйретілген иттерді тартты. Баланың денесі табылмағандықтан бұл бала тірі деген үмітті оятты. 2 жылдан кейін Хуан Педро Мартинес Гомеске ұқсайтын, тіпті апат кезінде киген киімін киген бала Бадажос қаласы маңында байқалды. Содан бері полицияға қызыл киім киген жасөспірімнің түрлі қалалардың шетіндегі жолдың жанында пайда болғаны туралы бірнеше хабарлама келіп түскен. Полицияны Альбуркерге қаласындағы жақын жерде тұратын ауыл қызының айғақтары қатты қызықтырды. Ол қаланың шетінде айналасындағылардан жасырынып жүрген 10 жастағы баламен кездейсоқ кездесіп қалғанын мәлімдейді. Ол онымен 3 күн бойы қарым-қатынаста болғанын және оған тамақ әкелгенін айтты. Оның айтуынша бала аш және кір болған. Бойжеткеннен сұраулар бұл оқиғаның толығымен ойдан шығарылғанын және шындыққа ешқандай негіз жоқ екенін көрсетті. Мадрид орталығындағы көлік мектебінің иесі 1987 жылы полицияға келіп, ақш елшілігінің орналасқан жерін білу үшін оның шеберханасына зағип ирандық қарт әйел келгенін айтты. Онымен бірге андалус тілін еске түсіретін акцентпен сөйлейтін 10-11 жасар бала гид ретінде еріп жүрді және оның сөзімен айтқанда аздап ессіз көрінді. Куәгердің айтуынша жасөспірім Хуан Педроға ұқсайды. Ал соқыр ирандық әйел оқиға орнында куәгерлер көрген Nissan Vanette көлігінде отырған егде әйелі болуы мүмкін деген болжам бар. Бала із-түссіз жоғалғаннан кейін оны әкесі мен анасы жағынан ата-әжесі ауқымды іздеу науқанын бастады. Қысқа уақыт ішінде олар оны бүкіл ел бойынша іздеуге 2 миллион песета жұмсады. Олар көшелерде және ең алдымен мектептердің пошта бөлімшелерінің қасбеттеріне 85 мың дана плакаттар орналастырады. Олар сонымен қатар Испаниядағы белгілі жеке детектив Хорхе Каламарды жалдайды. Ол жоғалған адамдарды іздеуге маманданған еді, бірақ ешқандай нәтиже бермеді. Белгілі болғандай, туыстарына телефон соғып, телефонмен белгісіз біреулер іздеуді тоқтатуды талап еткендер де болған.